Кеше көрші үйге барсақ, ауласында су жаңа бөліп тұр. Қайдан алдың деп едік қой. Асырқанның арзанға 15 мың қалып бөлдік дейді. Мә, жақсы ғой деп жайлап бәріміз 15 мыңнан салып отырдық та, Асырқанға баратсақ, үшеуінің түрі сап-сары болып ауырып қалды. Асқынып кетер деп жайлап жолдың бойына қазан құрып, сүт қайнатып, адыраспан жағып, көк түтін қылып аластап, жайлап емдеп алдық. Сосын ары қарай Астраханьға бардық. Барсақ, 15 мың теңгеге жаңа су бөліп келмейді екен. Сосын қой құр кетпек деп жайлап базарына бардық та, базардан аралап жүріп, адамдардың түрлері сап-сары. Ауырайын деп жүрген болар деп жайлап базардың ортасына қазан құрып, сүт қайнатып, көк түтін қылып, адыраспан аластайын деп жатсақ, бір Шымкенттің жігіті келіп тұр. Олардың өздерінің түрлері сондай, ауырайын деп жүрген жоқ дейді. Қайдан білейік, Асырқан кезінде біздің жер болғасын. Ойынымыздың соңын лампочка ауыстырып атып, байқаусызда тоққа тартып қалған жігіттің сөзімен аяқтаймыз. Счетчикті айырған жоқсыңдар ма не? Рахмет! Біздің елдің жігіттері, жігіттердің түрісі. Менен де шамам алдым аман қарлар қапсап, таулардан қорғып өтемін саңғарлардан сап. Тарих маусымы. Ежелгіде біздің ақсақалдарымыз түрі әдемі емесін барлығын зынданға лақтырған екен. Иә, ол біздің елімізде жоқ шығар. Уфаман болатын ма? Ол ма? Сол заманның батырларын айтсайшы. Ол кездің батырлары иықтары қақпақтай, жауырындары топақтай, осына еркектер болған. Сөйте тұра олар романтик болған. Енді қазіргі кезде аюдың ойыншықтары болмаған жұмсап. Ол кезде кәдімгі тіріле аюда барып беретін болған. Ана қыз да қорықпайды ғой. Маған әкелдің ба деп қолтығына қыспай екеуі кете береді болған. Араларында жан болады деген бала бар ма? Мен Зынданнан қашып кетсің ғой. Қармақ жорамасы тарих маусымында. Құрметті көрермендер, күліп отырыңыздар. Өйткені күлкі адам өмірін ұзартады. Жалпы күлкінің түрі өте көп. Мысалы үшін ұялып күлетін адамдар бар. Жынданып күлетін адамдар бар. Күлкілі күлкілер бар. Әндетіп күлетін адамдар да бар. Және де астаналық көрермендеріміздің күлкі аралас шапалақтары бар әрине. Құрметті достар, қазір жұлдыз болу оңай. Бір афиша, бір бейнеролик. Кезінде қалай болған екен? Сонымен 17 ғасыр көшеде. Құрметті ханымдар мен мырзалар, ақан серінің жаңа шоу бағдарламасы барлықтарыңызды шақырамыз. Кеш қонақтары Тәттімбет, Біржансал, Алтынбек Тәшінбетов. Концерт 3 форматында өтеді. Кеш жүргізушілері Алдар Көсе мен Қожанасыр. Билеттер барлық уәзірлерден сұрап көріңіздер. Құрметті достар, бізде кезектен тыс әзіл. 26 сәуір, 16 сайлау округа. Сонымен сайлау аяқталды. Сайлау бюллетендері саналсын. Әлеке. Шаршадың ба? Шаршасаң былай келсек, сен ана бірінші үміткердің бюллетенін сана, мен екінші, үшінші, төртінші, бесінші үміткерлерді санайын. Ойбай, сен сонда бисақ бюллетен санайсың ба не? Достар, мұндай да болады екен. 9 ұлдың ішінде өскен жалғыз қыз. Иығың жинап жүрсе? Жоқ, кешіріңіз, айып етпеңіз. Кешірмеймін, ал айып етіп қойдым.
Жоқ, байқамай қалдым, қарындас. Қарындас дейтін мен балабақшаға ертіп апарып бердің. Қарындас түсінбедім мен. Түсінбейтін мен түрім дәрігердің қолы ма? Жоқ, онда қарындас, мына жерде мен еркек басыммен сізбен ерегісіп тұрмайтын шығармын. Басқа біреудің басы болса ерегіспекшісің ғой сен менімен, иә? Жоқ, қарындас, мен сізді түсінбедім. Түсінбейтін мен түрім дәрігердің қолы ма? Оны жаңа айтып қойдыңыз ғой. Дәрігердің қолын екінші рет оқысын, түсінесің ба не сен? Жоқ, енді кешірім өтінемін қарындас. Ай, көкеңдес. Сен қалай? Ай, түсінбейсің. Осылай жүре берейікші, Я қалайсыз? Астана қаласы түнгі клуб би кешінде. Оу, қарындас, тамаша билейді екенсіз. Мүмкін мен үйіме барармыз. Барсақ барайық. Айтпайсың, аягөзде тұрам деп. Тағы да қайырлы кеш достар. Көрейік, әскери жігіттердің ақсирек, көксірек ойнауы. Ақсырек, көксірек, бізден сізге кім керек? Қатарда жауынгер, Мұрат Сәрсенбаев керек. Құлып болады. Қалай Басек, Мексикаға барып қайттыңыз ба? О, жақсы барып қайттық. Қалай күтіп алды? Асты үстімізге түсіп күтіп алды. Ана мексикан жігіт патриот екен, бардық, кездестік. Бір ауыз орысша білмейді. Тек өзінің тілінде сөйледі. Мен де патриоттығыңызда өзінің тілінде сөйледім. Бүкіл Мексикадан орысша білетін адам іздедік. Орысша білетіндер бар ма деп, бізде кейде қазақша білетіндер бар ма деп қаламыз ғой. Сол сияқты ғой. Орысша білетіндер бар ма деп, ешкім білмейді. Не знаем деп жатыр бәрі. Аудармашы алдырдық. Бізді көріп, ол да патриоттық ұстап, ағылшынша сөйледі. Патриоттар жиналып, бір-бірін түсінбей, қайттық шешіп. Шешілді ма не? Шешілді? Сендер мен осы уақытқа дейін бір Басеке екен деп. Қанша жыл уақыт бұл жұмыс істесіп келатқанымызға. Бір рет Моншаға шақырмапсыңдар ғой? Кеше Мексикада жігіттер Моншаға барды. 2 рет параға кіріп шықтым. 3-ші кіргенде әскерде салынған суреттер шыға бастады ғой денемнен. Үстім бәрі тарих екен ғой мен. Басеке маған қарызға ақша беріңізші. Не істейсің? Бүгін менің туған күнім. Ой бәлей. Мына жігіттер неғып жүр тойламай. Өзім ақ банкет жасап бірірім. Қайттық қой шеше алмай. Қашан туған күн? 29 ақпан. Ол 4 жылда бір рет келеді ғой? Жыл сайын тойлай бересің ба? Кімді қуып жүр? Басекалы, Мексикадан алып келген көлігіңізді бар ғой? Жүргізе алмадық біз. Арқылы балдары жігіттер мен тетіктерін шұқыладық, айдай алмадық. Айдай алмадыңдар ма? Жоқ. Ол кез келген адам айдай білмейді оны. Оны бір айдаса ернар айдар. Жарай ма? Жарайды. Көрші орыс ұлтын ең алғаш рет көрген қазақтар. Что надо? Ну, сөйлейді. Что надо-то? Вообще-то крепость пришли строить. Какая крепость? Ауылда ет жеп болғаннан кейін осындай жағдайлар жиі болады. Әй күләш, ана екінші стол жидандыр тез.
сатып қоймапсыңдар ғой. Қазір қояды қазір. Жеңге, ана, покуда пішін. Отыр. Покуда. Отыр. Болды ма? Енді болды ма? Сәлима, самаурын қайда? Ау? Самаурын қайнады. Қазір. Болды, сорпа әкеле беріңдер. Сала,